Сәлеметсіздер. Менің есімім Аружан, ал бұл менің Динар қызы апайым. Аружан, біз бүгін от шашу жасайтын боламыз. Алақай! Апай, біз от шашу жасап, мына жердің бәрін өртеп жібермейміз бе? Жоқ әрине, дегенмен қауіпсіздік шараларын сақтауымыз қажет. Қолымызға қолғап киюіміз қажет. Бізге керек заттарды айтып жіберші. Қолшам, еккіш, жылы су, бояуы бар су, және де көпірткіш таблеткалар, сұйық май мен бос банкі керек. Алдымен біз бос банкіге сұйық майды құятын боламыз. Апай, аузын ашып бересіз бе? Ашып береміз. Жайлап құя қойып. Сіз өзіңіз болды деп айтатын боласыз. Енді сұйық майдан кейін біз жылы суды құйып қоямыз. Өзіңіз болды деп айтасыз. Түгілкеш. Енді қараш, не байқадың? Судың бетіне шығып отыр? Көпіршіктер. Иә. Тағы да не байқап тұрсың, Аружан? Май судың бетіне кетті, ал таза суымыз судың түбіне кетті. Банкінің түбіне кетті, иә? Иә. Бұл жерде не болып тұр деп ойлайсың? Тығыздықтан. Тығыздыққа байланысты бұл жер, Иә. Енді бояу суымызды еккіш арқылы аз-аздан тамызатын боламыз. Жарайды, апай. Жұрттан салып ал. Жарайсың. Енді алдын кішкенеден тамызады. Аружан қандай әдемі болып отыр. Иә, апай. Қараш, жанынан қарап көрші. Вау! Жыбырлаған моншақтарға ұқсайды. Иә, болмаса балықтың уылдырығына да ұқсайды. Керемет от шашу болып жатыр. От шашу әлі алда болады. Қандай әдемі. Керемет. Күшті болады. Алып бітірдік. Енді қызықты сәтке келіп қалдық. Көпіргіш таблетканы салып көр. Сал, келесіне сал. Сал. Ой, бетім жасап кетті. Қараш, не отқан? Керемет. Неге ұқсайды, Аружан? От шашуға. От шашуға ұқсап жатыр. Шын өмірдегі от шашуға ұқсап кетті ғой. Енді одан да қызықты кетіп көрейік. Көршіңді? Керемет. Ғажап. От шашу ұқсады ма? Иә, қатты келеді. Қандай әдемі, иә? Қолшамды ұстасақ, тіптен әдемі болады екен, иә? Тіпті қараңғы бөлмені жарық қылуға да бола ма? Иә, болады. Өте қараңғы болса да қолшамды пайдалануға болады. Әдемі болады, иә? Иә. Кәдімгідей от шашу сияқты, иә? Иә, шын өмірдегі. Жанынан қойып көрейік. Апай, жыбырлаған моншақтарымыз қайда кетті? Олар да түске боялып кетті, иә? Астына кетті. Иә. Ең астына қойғанда тіпті әдемі болады екен, иә? Жарқырап тұр, иә? Иә. Аружан, саған ұнап ма тәжірибе? Иә, өте қатты ұнады, апай. Аружан, бұл әдемі құбылыс неден болып жатыр деп ойлайсың? Біз бірінші не құйдық? Сұйық майымызды қойдық, одан кейін жылы суымызды қойдық. Сосын барып бояу тамыздық. Иә. Сосын көпіргіш Таблеткаларымызды салдық. Бұл жерде көпіргіш таблетка сұйықтыққа барып, оттегін бөліп, осындай әсем от шашуға айналды. Осындай жақсы тәжірибені үйде жасап көруге болады екен. Енді бізді көріп отқан көрермендер сау болыңыз айтайық. Сау болыңыздар.